Bir adam жүзім бағына отырғызыпты да, оны жалға беріпті. Өзі ұзақ уақыт басқа жаққа кетіпті. Жүзімді көсіп өлім жинайтын кез таяғанда, өзіне тиесілі үлесін алу үшін бағына бір қызметшісін жұмсайды. Жалға алғандар оны соғып, құр қол қайтарып жібереді. Ол екіншісін жұмсайды. Алайда бағбандар ондырып соғып, ойларына келгенін істеп, масқаралап айдап шығады. Ол үшінші қызметшісін жұмсайды. Жүзімшілер оны да жарақаттап қуып жібереді. Сонда жүзімдіктің иесі іштей, енді не істейін? Сүйікті ұлымды жіберейін. Оны көріп, ұялар дейді. Бірақ бағбандар ұлының келе жатқанын көрісімен, бұл мұрагер ғой. Өлтірсек барлық мұраға біз ие боп қаламыз дейді. Әңгімеңді жалғастыра бер. Олар ұлды бақтан қуып шығып, өлтіреді. Сонда иесі әлгі опасыздарға не істемек? Ол келіп көздерін құртып, жүзімдігін басқаларға манаттайды. Забурда былай делінген: құрылысшылар жарамсыз деп бас тартқан тас үйдің басты іргетасына айналды. Әлгі тасқа құлаған әркім быт-шыт болады. Ал сол тас кімнің үстіне құласа, соны жаншып жібереді.